Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында екі бірдей құрылыс комбинаты бой көтермек. Жылына жалпы аумағы 90 мың шаршы метр тұрғын үй салуға қауқарлы кәсіпорын қазірдің өзінде қолжетімді баспана бағдарламасы аясында бой көтеретін екі үйдің құрылысына кірісіп кетті. Жергілікті шикізатты қолданып, құрама қаңқалы және ірі тақталы технологияны пайдалану арқасында құрылыстың құны арзандайды. Әрі салу мерзімі де қысқарады. Қазақстан Республикасының өңірлік даму министрі Болат Жәмішев тұрғын үй құрылысы мен коммуналдық шаруашылық саласындағы өзге де өзекті мәселелерге тоқталып өтті. Олардың қатарында қала іргесіндегі ауылдарды ауыз сумен қамту, жылу және электр желілерін жаңғырту шаралары да бар. Министр өз кезегінде құрылыстың құнын арзандату үшін жаңа технологиялық ізденістер қажеттігін атап өтті. Өйткені алдағы уақытта мемлекет қазынасы есебінен бой көтеретін баспана құны көтерілетін болады. Что касается 4 класс. 4-ші тіпті 3-ші класты үйдің әр шаршы метрінің құнын 10 мың теңгеге көтереміз. Бірақ жергілікті атқарушы органдар үшін қосымша қаржыландыруға қатысты шектеулерді алып тастаймыз. Бұрын жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаржының көлемі 15% болса, ендігі жерде бұл межеге шектеу қойылмайды. Бірақ құрылыстың өндірістік тәсілдерін енгізу қажет. Сол арқылы құрылыс құнын төмендету керек. Программа доступного жилья. Батыс Қазақстан облысында қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы ойдағыдай жүзеге асуда. Егер жоспардағы меже 215 мың шаршы метр болса, облыста жалпы көлемі 246,7 мың шаршы метр. Сондай-ақ мемлекеттік қолдау есебінен жоспарға сәйкес 46 мыңның орнына 51 мың шаршы метр тапсырылып отыр. Әрине, осы оң көрсеткіштерге қарамастан жеткілікті қаржыландыру ісінде аздаған қиындықтар туындап отыр. Бірақ жаңа ғана белгілі болғандай, бұл мәселе шешімін табатын болды.